2045 жыл. Аренаның маңына үлкен топ жиналып, екі мықты жауынгер арасындағы шайқасты тамашалауға келген. Раундтың аяқталуына небәрі 3 минут қалды. Ал Новак бұл айқаста жеңіліс табуы мүмкін, себебі Калипсо қолына кетпен қаруын ұстаған. Оның жалғыз амалы қарсыласынан сытылып шығып, біртіндеп жақындап, күтпеген жерден шабуыл жасау. Көпшілік шаттыққа бөленіп жатқанда, Новак қарсыласын жеңу үшін бар назарын соған аударады. Ол дәл есептелген соққылар мен тепкілер арқылы Калипсоға шабуылдайды. Жауын жер жастандырған соң, Новак кетпенді қолына алып, соңғы соққыны жасауға ұмтылады. Себебі бұл дуэльді ұту арқылы ғана еркіндікке қол жеткізе алады. Алайда ол өзін азат сезіне бастаған сәтте, аренаға басқа қарсылас шығып, қылышпен оған тұтқиылдан шабуыл жасайды. Қарын тұсына терең жарақат салғаннан кейін, Cutie Pie күліп жібереді. Новактың ішкі ағзалары сыртқа шығып кетеді. Соңында әйел оның мойнына ауыр соққы жасап, тұтқынды мүлде жояды. Апта сайын жаңа гладиаторлар тобы еркіндік үшін айқасады. Ал көрермендер өз үміткерлеріне бәстіге алады. 200 жылдық үкімнің 10 жылын өтеген Люк Бендер мен 2 жалдаушы сұхбат жүргізеді. Олар оған өзін түзелді деп есептей ме деп сұрайды. Алайда Люк оларға қарсы жауап беріп, қоғамда өмір сүруге лайық емеспін деп ашық айтады. Осы сөзі арқылы ол автоматты түрде аренаның үміткерлер тізімінен алынып, қайтадан камерасына жіберіледі. Кейін бөлмеге Артуро Перес кіреді. Ол бар болғаны 15 жыл жазасын өтеген және 57 адамды өлтірген үшін кінәлі деп танылғанына қарамастан, өзін түзелдім деп сенімді түрде айтады. Осылайша жалдаушылар оған еркіндікке жету мүмкіндігін ұсынып, Артуро аренада қатысуға келісімін береді. Сол түні Люк өзінің қалыңдығы Ариананың суретіне ұзақ қарап, жалдаушылардың ұсынысын қайта ой елегінен өткізеді, өйткені бұл оны қайта көрудің жалғыз жолы еді. Келесі аптада Артуро мен тағы 9 тұтқын штат түрмесінен арена шайқасына дайындалады. Бағдарламаны жүргізушілер Самсон мен Моисей көрермендерді осы шығарылымның гладиаторларымен таныстырады. Олардың ішінде ең қауіпті қылмыскерлерден құралған 7 гладиатор бар. Бұл тұтқындарға арнайы киімдер мен қару-жарақ берілген. Бұл дуэльде артықшылық береді. Арасында Калипсо мен Cutie Pie да бар, екеуі де осы маусым басталғалы бері аренаның тұрақты мүшелері. Артуро қарсыластарының ең қатаң режимдегі түрмеден келгенін естігенде қатты уайымдай бастайды. Өйткені олардың өз достарынан да иесіздеу екенін біледі. Рингке шығар алдында Стив үрейге беріліп, Артуро оны тыныштандыруға тырысады. Ол Стивке оның бұл жерде болмауы керектігін, кінәсіз екенін айтады. Бірақ Артуро өзі тірі қалғысы келсе, сабыр сақтау керектігін жақсы түсінеді. Сондықтан Стивке назарын шайқасқа аударуға кеңес береді. Алайда Стивтің рингке шығуға мүмкіндігі болмай қалады. Төбеден лап еткен от оны жалмап, бірден жояды. Содан кейін есіктер ашылып, аренаға Ниро кіреді. Сол сәтте Артуро бәріне бірге болыңдар деп бұйырады. Өйткені тек топ болып әрекет етсе ғана аман қалу мүмкіндігі артады. Бірақ кей тұтқындар дұшпаннан қорқып, қашуға тырысады. Алайда бірінші болып жойылып кетеді. Аренаға шығар алдында қатысушыларға арнайы екпе салынып, бастарына бомба орнатылады. Егер олар ережені бұзса, сол сәтте бомба іске қосылады. Қашып құтылуға тырысқан қорқақтар ережеге қарсы келеді, бастарына орнатылған құрылғы 10 секундтық санау уақытын бастайды. Осы уақыт аяқталған соң бомба жарылады да, олар бірден жойылады. Тұтқындар жұптарға бөлініп, Нироны бірге шабуылдауға бел буады. Алайда Ниро қос пышағын қолына алып, қарсыластарын бірінен соң бірін жер жастандырады. Серіктерінің жерге құлағанын көрген Артуро Голди есімді тұтқынмен бірігіп, ортақ шабуыл ұйымдастырады. Осылайша екеуі Нироны жеңіп, жер құштыруға құлаған сәтте Артуро оның бір қанжарын алып, басқа гладиаторларға шабуыл жасауға ұмтылады. Бірақ Голди пышақты еңкейіп алмақ болғанда, Нироның әлі тірі екенін байқамай қалады да, сол жерде өлтіріледі. Көрермендердің айқайынан жағдайдың мәнісін түсінген Артуро дереу жасырынуға шешім қабылдап, күтпеген шабуыл жасауға дайындалады. Алайда отшашушы қарсыласын өлтірмек болғанда, аренаға Counter-Strike есімді гладиатор шығып, оған жекпе-жекке шақырады. Бірнеше тепкі алмасқан соң, Артуро қабырғаға ұшып барып соғылады да, Митвойган тарапынан тұтқындалып кетеді. Аренада әр жаңа қатысушы қосылған сайын гладиаторлар оларды барынша тез жоя бастағандықтан, шоу рейтингтері төмендей бастайды. Оған қоса, қатысушылардың қылмыстық тарихы жария етілгенде, көрермендер оларға жанкүйер болудан бас тартады. Бұл жағдай бәс тігулердің көлеміне де кері әсер етеді. Осы себепті бағдарлама ұйымдастырушылары жаңа тәсіл ойлап табуға шешім қабылдайды. Олар шоудың ішінен батыр бейнесіндегі қатысушыны табуға тырысады. Осы рөлге олардың таңдауы Люкке түседі. Себебі оның өмір жолымен сотталғанына себеп болған жағдай халықтың ықыласын тудыруы мүмкін еді.
Өзін таныстырғаннан кейін, Clydesdale Industries компаниясының бас директоры Десмонд күзетшілеріне Люктің физикалық дайындығын тексеруді бұйырады. Шабуыл жасалған сәтте Люк бірден қарсылық танытып, жаттыққан екі сарбазды еш қиындықсыз бейтараптандырады. Осы сәтте Десмонд оның ареналық шайқасқа қатысу үшін мінсіз үміткер екенін түсінеді, оны еркінен тыс тізімге қосу туралы шешім қабылдайды. Люк марапатталған теңіз жаяу әскері жауынгері. Алайда оған бір офицер жала жауып, ол 200 жыл түрме жазасына кесілген. Әділетсіз сот шешіміне қарамастан, Люк бастапқыда аренаға қатысудан бас тартады. Алайда Десмонд оның көп таңдау жоқ екенін, себебі сот енді оның үкімін өлім жазасына инъекция арқылы ауыстыруға келіскенін айтады. Осылайша оның алдында екі ғана жол қалады: не аренада күресіп, еркіндігімен толық ақталуға мүмкіндік алу, не келесі апталарда жүзеге асатын өлім жазасына келісу. Қалыңдығы аренаны көрудің жалғыз жолы осы болғандықтан, Люк аренаға қатысуға келіседі. Келесі аптада ол өзімен бірге шайқасатын 9 тұтқынмен бірге дайындыққа кіріседі. Арена шайқасы орталығына бара жатқан жолда, Люк Хан есімді тыйым салынған заттарды сатумен айналысатын тұтқынмен танысады. Хан онымен достасуға тырысады. Бұл кезде басқа тұтқындар дене шынықтыру сынақтарынан өтіп жатса, гладиаторлар келесі шайқасқа дайындалуда. Ниро Артуро мен Голди тарапынан ауыр жарақат алып, ауруханаға жеткізіледі. Онда оған доктор Харада әзірлеген арнайы зат енгізіледі. Бұл препарат гладиаторларды тәртіпте ұстап, олардың басшылық бұйрықтарына бағынуын қамтамасыз ету мақсатында әзірленген еді. Келесі күні таңертең, шоу басталуына бірнеше сағат қалғанда, Самсон мен Моисей арена тарихында бұрын соңды болмаған оқиғаны жариялайды. Осы түнде алғаш рет шайқасқа кінәсіз қатысушы шығады. Люк Бендердің бұрынғы теңіз жаяу әскері екенін, және оның жазықсыз түрмеге қамалғанын білгенде, хан мен басқа тұтқындар одан не себепті абақтыға түскенін сұрайды. Люк болса, өзінің жоғары лауазымды офицерінің қылмысқа қатысу әрекетін өз мойнына алғанын айтып береді. Президентке жақын тұрған бір полковник оны жоюға тырысқаннан кейін, Люкті түрмеге отырғызады. Ол бұл әділетсіздікке келісіп, тек қалыңдығы мен қайын атасының қауіпсіздігін қамтамасыз етуді сұраған. Сол түні Люк аренаның ішіне Билли Чемберс есімді әйел чемпионымен бірге енеді. Ол да бұл тозақтан шығуға бел буған. Есіктер ашылып, команда аренаға кірген сәтте, Люк төбеден газ иісін сезіп қалады. Сол кезде Париж отқа күйіп, иесінен танып қалады. Дәл сол сәтте аренада Ниро пайда болып, топ мүшелері оны бірден қоршауға алып, шабуылға өтеді. Киоши жау пышағының соққысынан жараланған соң, сахнаға Билли шығып, бірнеше тепкі арқылы оны қарудан айырады. Тұтқындар оны жерге құлатып, кезек-кезек соққы жаудыра бастайды. Шайқас кезінде Ниро Гидеонның басынан соғып, қалғандары шегініп, келесі құрбан болудан қорқып кетеді. Сол кезде сахнаға Люк шығып, шайқасқа кедергі келтірген операторды құлатады. Ниро жекпе-жекке шақырылғанда еш ойланбастан шабуылдайды, бірақ тез жеңіліс табады. Қарсыласы жерде жатқанда, Люк оның қасына барып, маскасын шешеді. Алайда оның ар ұяты жауды өлтіруге жол бермейді. Оны көрген Джонс еш ойланбастан Нироның мойнын таптап, оны жер жастандырады. Одан кейін топ екінші аренаға өтеді. Онда Counter-Strike есімді гладиатор ханды ұстап алып, оның мойнынан қысады. Топ мүшесінің қауіпті екенін байқаған Люк дереу шабуыл жасайды. Бірақ қарсыласы ерекше күш беретін костюм киіп алғандықтан, жақындағандардың бәрін оңай шетке қағады. Сол кезде Элис өзін құрбан етуге бел буып, жаралы әріптесін жаудың үстіне лақтырып, назарын басқа жаққа аудартады. Сол сәтте Counter-Strike Киошиді қолымен қарнын тесіп өлтіреді. Осы қатыгез шабуылдан кейін, гладиатор Элисқа бет алып, оның мойнын жалаң қолмен сындырады. Бірақ дәл сол сәтте Люк қайта тұрып, Counter-Strike'қа ауыр соққы береді. Бұл оны абдыратып тастайды. Осы мүмкіндікті пайдаланған хан Ниродан ұрлап алған қанжармен жауға шешуші соққы жасап, оны өлтіреді. Осылайша тұтқын жауды жояды, ал Люк топтың басшылығын өз қолына алуға тырысады. Өйткені ол шайқастағы ең тәжірибелі адам ретінде, егер барлығы бірігіп әрекет етсе, тірі қалуға мүмкіндік бар деп сенеді. Алайда Джонс оның бұл ұсынысын қабылдамайды, себебі Люк Нироны өлтірмегенін әлсіздік деп есептейді. Ол Люкті әдейі арандатып, сен өзіңді әділетсіз сотқа қиып берген әлсізсің деп айтады. Бірақ Люк бұл сөздерге сенбейді, себебі өзі жасаған әрекетті ұлттық қауіпсіздік жолында құрбандық деп санайды. Бойын кернеген бар шындықты айтып салған соң, Джонс үнсіз бұрылып, келесі кезеңге жалғыз өзі аттануға шешім қабылдайды. Алайда ол үшінші аренаға жете алмай қалады. Есік түбінде құрбанын күтіп тұрған Бейкойган оны көз ілеспей жойып жібереді. Бұл басқаларды үрейлендіру үшін әдейі жасалған ескерту еді. Осы сәтте Люк тағы да топ басшылығына өз кандидатурасын ұсынады. Кім менімен бірге? Дейді ол.
Көпшіліктің қолдау дауысын естігенде тұтқындар бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, теңіз жаяу әскерімен бірге әрекет етуге бел буады. Өйткені бәрі түсінеді, бұл бірігіп тірі қалудың жалғыз жолы. Топ Мидуэганға жақындай бергенде, гладиатор балтасын сермеп, бәрін бір сәтте жойып жібермек болады. Бірақ Люк пен оның адамдары бірігіп шабуыл жасағанда ол жерге құлайды. Сол сәтте Минти балтаны қолға түсіріп, жауды шешуші соққымен өлтіреді. Бұл жеңістен соң Люк халықтың сенімін тағы бір мәрте нығайта түседі. Кейін жойылған гладиаторлардың бірінің денесін кремацияға дайындап жатқанда, доктор Харада Доминоға қарап, бар болғаны бір екпеден кейін сен өз айлакерлігің мен дәлдігіңнен айырылдың деп күйзеліспен сөйлейді. 4-ші кезең басталмас бұрын қатысушыларға шағын үзіліс беріледі, себебі жарыс жолының жартысына жетіп қалды. Люк пен оның серіктері алға жылжуға дайындалып жатқанда, Богс келіп, Белладонна оларды көргісі келетінін хабарлайды. Команда веб-аймаққа бағытталады, ал Богс оларды басқа қонақтармен араласуға кеңес береді. Арена шайқасында қалған тұтқындардан құтылғаннан кейін, Белладонна Люкті жеке әңгімеге шақырады. Ол Люкті шоудағы жеңіске басты үміткер ретінде көретінін айтып, болашағына байланысты бір маңызды ұсынысы барын жеткізеді. Егер ол көбірек білгісі келсе, кейін жасыл бөлмеге келуін сұрайды. Алайда Люк бөлмеге кірген сәтте, қарулы күзетшілермен қоршалып, Домино тарапынан жерге құлатылады. Сол кезде Белладонна пайда болып, Люктің қатысуы арқасында поштасының демеушілерге толып кеткенін айтып мәз болады. Арна Мортал шоуын көрсетіп отырған телеарна келесі аптаның эпизодын ертерек көрсетуге шешім қабылдап, Люктің төңірегінде жеке спин-офф шығармақшы. Бірақ Люк бірден бұл ұсыныстан бас тартады. Сол кезде Белладонна оның алдында қалыңдығымен қайын атасының бейіт суретін көрсетеді. Бизнесменнің айтуынша, екеуі 5 жыл бұрын, дәл Рождество күні, мас жүргізушінің кесірінен жол апатына түсіп, сол жерде көз жұмған. Бұл сұмдықты естіген Люк ашуға булығып, өзін ұстай алмай кетеді. Ақыры күзетшілердің бірі оны есінен тандырып ұрып құлатады. Бірнеше сағат өткен соң, оны Хан мен Минти тауып алып, медициналық көмек алу үшін ауруханаға жеткізеді. Артынан Богс келіп, не болғанын сұрайды. Қатты қысымнан кейін Люк бар шындықты жайып салады. Шоуға арналған жаңа жоба, спин-офф және сүйіктісі мен қайын атасының шынайы тағдыры жайлы. Сол сәтте Билли мен басқа да командаластары Люкті жұбатуға тырысады. Бірақ теңіз жаяу әскері енді басқаша күйде еді, кек алуға толы. Ол түрмеде өткізген жылдар бойы өзін осы оймен тірі ұстаған. Олар аман-есен өмір сүріп жатыр деген үмітпен. Бірақ олар 5 жыл бұрын көз жұмып, ешкім бұл ақиқатты оған айтпаған. Енді Люктің бір ғана мақсаты қалды, кек алу. Сол түні Белладонна Самсонға арнайы келіп, қандай жағдай болмасын, шоуды тоқтатпай жалғастыруды бұйырады. Мұны естіген жүргізуші бір тосын оқиғаның болғалы тұрғанын сезіп, мазасыздана бастайды. Әдеттегідей, гладиаторларға екпе салу міндеті Доминоға жүктеледі, ал басшылары оған өзінде ұмытпай егуді тапсырады. Алайда бұйрықты орындаудың орнына Домино тек мойнына екпе салғандай көрсетіп қана қояды, себебі ол біртіндеп өз санасын қайта қалпына келтіріп жатыр еді. Шоу басталғанда Люк пен оның серіктері сахнаға шығады. Көрермендер оларды қуана қарсы алады. Бұл гранд финал барлығы осы сәтті асыға күткен. Бұрынғы шығарылымдарда бірде-бір тұтқын аренада тірі қалмаған. Бірақ бұл жолы көпшілік теңіз жаяу әскерінің командасына сеніп отыр. Олар тірі шығуы мүмкін. Көпшіліктің қолдауын тыңдаған Билли, бұл айқай-шуды естіп, рингті сағынып қалғанымды сездім. Адреналин де жетпей жүрген екен дейді. Кенет сахнаға Холли Дейс келіп, Люктен алда болатын шайқас жайлы не ойлайтынын сұрайды. Люк шоу ұйымдастырушыларына алғысын білдіріп, мен бұл жерге халық үшін күресуге келдім деп жауап береді. Холли сахнадан кеткен соң, аренаға Мастер Бластер пайда болады, қолында бензинмен жүретін моторлы ара. Люк дереу бұйрық беріп, барлығына жаудың маңайына тағылып кетуді тапсырады. Команданың мақсаты оны шатастырып, арт жағынан шабуыл жасау еді. Гладиатор арамен қарсыластарына шабуылдамақ болғанда, көзге түспей жүрген басқа тұтқындар оны жан-жақтан соққыға алады. Мастер Бластер команда мүшелерінің бірін жойып үлгерген соң, Люк тәуекелге барып, оған жақындап, қаруын тартып алмақ болады. Сол сәтте Билли қарсыласына бірінен соң бірі соққы жасап, Хан араны алып, оны қақ жарып жіберуге әрекет жасайды. Бұл кезде Минти ауыр жарақат алып, ішінен жараланған Карлмен бірге қалып, оның соңғы сәттерінде жанында болып, жұбатып отырады. Минтидің көңілі түсіп кеткенін байқаған Люк оны жігерлендіреді. Біз тозақтан шығуға жақынбыз. Енді кері шегінуге болмайды. Арада көп уақыт өтпей, есіктер қайта ашылады. Бұл жолы аренаға клоун кейпіндегі қобыжық енеді. Оның қолында шегемен қапталған бейсбол таяғы бар, және ол өте шапшаң әрі айлакер екенін көрсетеді. Бірнеше қарсыласын есінен тандырғаннан кейін, Марс Маус Люкпен жекпе-жекке шығады.
Теңіз жаяу әскері оны аяқпен ұрып құлатады. Жаудың жерде жатқанын көрген Билли тұрып келіп, бірнеше соққы жасап, таяқты қолына алып, оны есінен тандырады. Олардың бірлескен, үйлесімді әрекетін көрген көрермендер орнынан тұрып, қошемет көрсете бастайды. Бірақ бұл кезде Билли ашуға булығып тұр еді. Шайқас кезінде жарақат алған үшін ол барлық ашуын Майлстан алады. Алайда гладиатордың жойылғанын байқап қалған Люк оны сабырға шақырып, араны ханға табыстайды. Біз бұны тезірек аяқтауымыз керек. Бұрынғы жылдары боксте Arena Wars жарысына қатысқан болатын, және тірі қалған санаулы тұтқындардың бірі еді. Осыдан кейін бокс өз еркіндігін алып, шоуда сахна сыртында жұмыс істеуге шақырылады. Ол бұрын сол аренада шайқасқан, сондықтан бұл тозақтан аман қалудың қаншалықты қиын екенін жақсы біледі, және енді тұтқындардың жеңісін шын жүректен тілейді. Алайда Калипсо пайда болған сәтте, хан оған моторлы арамен шабуыл жасайды, бірақ керісінше өзі жерге құлайды. Биллидің де жағдайы сондай болды. Ол қарсыласқа жақындап та үлгермей, ауыр соққыға тап болды. Карлға істегендерін кек алғысы келген Минти Калипсоның арқасына секіріп, оны ұстап қалуға тырысады, бірақ ұзаққа шыдай алмайды. Калипсо мойнына түскен соққыдан құтылып, тұтқынды кетпенмен өлтірмек болады. Бірақ дәл осы сәтте Люк оның қолын ұстап қалып, соққы жасауға мүмкіндік бермейді. Бұған дейінгі гладиаторлардан айырмашылығы, Калипсо нағыз арена ардагері. Ол өткен маусымнан бері жеңіліс көрмеген. Хан оны тағы да құлатуға тырысады, бірақ сәтсіздікке ұшырайды. Сол сәтте Билли қарсыласының арқасынан соққы жасап, оны құлатады. Осы кезде бүкіл команда бірігіп Калипсоға соққы жаудыра бастайды. Бірақ олардың шабуылын Кьюти Пайдың келуі үзіп жібереді. Ол Люкке қылышпен шабуылдайды. Люк жараланып құлаған сәтте хан досын қорғаймын деп бірден көмекке ұмтылады. Билли келесі нысанаға айналады. Гладиатор оның жарасын дәлде бұрып, оны жерге құлатады да Минтиге қарай беттейді. Люктің арқасынан ауыр жараланғанын байқап, хан оған ауырсынуды басатын дәрі береді. Люк бірнеше секунд күтіп, дәрінің әсер етуін күтеді. Анестезиядан соң орнынан тұрып, Калипсоны ұстап тұрып, Биллиге кетпенді алып, шабуыл жасауға мүмкіндік береді. Бірақ сол сәтте Калипсо тағы бір соққы алып, талып қалады. Бұл көріністі көрген Кьюти Пай ашуға булығып, Люкті өлтірмек болады. Бірақ Люк оның соққыларын бұғаттап, қарсы шабуылға өтеді. Ол қылышты тартып алып, жауды қабырғаға қысып, сол қылышпен өзіне қарсы соққы жасайды. Жерге құлаған Кьюти Пай жанұшыра өмір үшін жалына бастайды. Сол кезде Белладонна жағдайдың ушығып бара жатқанын түсінеді. Себебі гладиаторлардың мойнына салынатын препарат оларды тек бұйрыққа бағынатын аңға айналдыруы тиіс еді. Не болып жатқанын түсіне алмаған ол, домино екпе салды ма деп сұрайды. Әйел иә деп жауап береді. Бірақ күзетшілердің бірі қан үлгісін сұрағанда, доминоның түрі бұзылып, шындық ашылады. Ол бірден тапаншасын суырып, күзетшіні өлтіріп, Белладоннаны кепілге алмақ болады. Бірақ бизнесмен оны орап кетіп, тапаншаны тартып алады. Егер мен болмағанда, сен баяғыда аренада өліп қалатын едің дейді ол. Домино бұрын жалдамалы мерген болған. Сондықтан Белладонна оның қабілеттерін рәсуа еткісі келмей, оны қайта аренаға қайтаруға шешім қабылдайды. Кьюти Пайдың жылағанын естіген Люк оны тыңдап, шындықты білгісі келеді. Сонда ол гладиаторлардың бұл аренада өз еріктерімен емес, дәрі арқылы бағындырылып жүргенін біледі. Бұл заттарды доктор Харада жасаған ұйымдастырушылар сол арқылы гладиаторларды толық бақылауда ұстап келген. Бірақ бұл шындықты айтуға үлгермей, аренаға Белладонна кіріп, Кьюти Пайды бір оқпен өлтіреді. Ол Люктің өзін тыңдау үшін боксты кепілге алады. Сол сәтте Люк ескерту жасайды. Қазір бізді мыңдаған адам көріп отыр. Олардың алдында бәрі әшкереленеді. Сол мезетте Белладонна өзін ақтау үшін неге осындай қатыгез шоу ұйымдастырғанын түсіндіретін пафосты сөз сөйлей бастайды. Бірақ Билли, ештеңені күтпей, Мастер Бластердің арасын алып, оны қақ бөледі. Тұтқындар тарапынан құтқарылғаннан кейін, бокс олардың бастарына орнатылған чиптерді алып тастайды. Енді олар нағыз еркін адамдар. Шоу өз мәресіне жеткен соң, бокс команданы арена сыртына бастап шығады. Бұл кезде көрермендер келесі эпизодты тіпті асыға күтуде. Өйткені бұл оқиғадағы бұрылыс ешкімнің ойына да кірмеген. Ал сіз бұл фильм туралы не ойлайсыз? Пікірді төменге қалдырыңыз. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Алда тағы талай қызықты шолу күтіп тұр. Келесі видеода кездескенше.